Мен Каюпова Мартагүл Мейрамкуловна Махамбет аудандық аурухананың бірінші дәрежелі эндокринолог дәрігері қызметін атқарамын. Осы еңбек өтілімін осы Махамбет аудандық аурухананың терапевт мамандығымен бастадым. 2002-ден бастап 2014 жылға дейін учаскелік дәрігер қызметін атқардым. Ең бірінші рет алғашқы рет осы Махамбет ауданында жалпы практикалық дәрігер участогы ашылды. Қосымша сонымен бірге осы аудандық аурухананың бала мен ана жөніндегі орынбасары қызметін атқардым. Негізгі мақсатым өзі жалпы жеке мамандық алу болды. Сол мақсатта осы аудандық ауруханада эндокринолог дәрігерінің жетіспеушілігіне байланысты сол кезде басшы мені арнайлап оқуға жіберді. Яғни оқуымды 2014 жылы Алматыдағы дәрігерлердің білімін жетілдіру институтында дәрігер, яғни эндокринолог қызметіне орналасу үшін сол оқуды оқыдым. 2014-тен бері осы уақытқа дейін осы ауруханада дәрігер эндокринолог қызметін атқарам. Есіме түсіп тұрғаны ең бірінші дәрігер эндокринолог болып жұмысқа келгендегі ең бір қызық жағдай болды. Ол қызық жағдай дегенім, менің алдыма ең кішкентай бойлы бір қыз баланы әкелді. Папасы әкеліп, осы қыз балам неге бойы өсіңкіремейді, өзінің қатарынан алыстау деді. Енді ең бірінші өзіме бір таңсық ауру болған соң, өзім күдіктенсем де, бірақ сол қыз балаға мен өзінің жасынан өсуі, яғни төменірек деген, яғни диагноз қойып, одан кейін ол баланың банағыдай ары қарай тексеру үшін Астанаға квотамен жібердім. Яғни сол менің қойылған диагнозым анықталды, нақтыланды. Және де сонымен бірге сол бір балаға тағы екінші диагнозды өзім қойдым. Ол яғни балада өсу гормонының төмендеуінен, сонымен бірге қазір жиі кездесіп жатқан не сахарный диабет деген, яғни бүйрек үсті безіндегі антидиуретический гормонның жетіспеушілігінен болатын нозология, яғни ауруды өзім бірінші анықтап күдіктенсем де, күдікте емес, сол диагнозды қойдым да, сол күдігім нақтылау үшін ары қарай Астанаға жіберіліп, сол баланың диагнозы анықталды. Менің практикамда әртүрлі науқастар келеді. Оның көбі қазіргі кезде эндокриндік ауруларда кездесетін қант диабеті ауруы. Қазақша айтылғанда көп жағдайда науқастар зоб деп айтады. Ол қалқанша безінің гормонының жетіспеушілігі, гипотиреоз жағдай, қалқанша безінің гормонының көп бөлінуі, яғни диффузно-токсический зоб, сонымен бірге түйінді зобтар, сондай аурулар жиі кездеседі. Ең негізгі аурудың өзі астан деген соң, қазіргі кезде жаңа айтылғандай жасөспірімдер, балалар арасында қант диабеті ауруы көп дейміз ғой. Дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану дегенде, яғни ыстық тамақты үйден ішіп жеу керек. Оқушылар мысалы түске дейінгі или түстен кейінгі мектепке барған уақытта көп жағдайда олар үйден тамақтанбай кетеді. Мектепте жүріп әртүрлі тәтті сусындар ішеді, немесе жаңағыдай майға қуырылған или полуфабрикат пирожки болсын, или қазір көп қой енді сондай құнарсыз тамақтарды жейді де өздеріне салмақ қосып алады. Семіздіктің өзі ауру. Семіздіктің ар жағында біз көп жағдайда жаңа айтқандай балалардың өзінен қант диабетінің екінші типі, яғни семіздіктен болатын аурулар анықталып жатыр. Барлық халық айтатыным салауатты өмір салтын ұстауымыз керек. Аурудың өзі астан деп айтқандай, яғни құнарлы тамақ ішсек, уақытында дәрігерге қаралсақ, біздің ауруымызды алдын алуға болады. Денсаулық өздеріңіздің қолыңызда деп айтар едім.